Баршаңызға сәлем достар, сіздерге өте тез 10 минутта дайын болатын бауырсақтың рецептісін ұсынамын. Таза ыдысымызға айран, қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны, тұзды, сұйық май және ас содасын салып, біркелкі масса болғанша венчикпен араластырамыз. Ұнды қажетінше електен өткізіп саламыз. Бастапқыда қасықпен араластырып, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 10 минутқа демалдырып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Өте жұқа емес, қалың емес, көлемде жаямыз. Кез келген формаға салып кесе берсеңіздер болады. Майды алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне осыменен бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.